Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен асқабақ сорпасының пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Кафеде немесе мейрамханада асқабақ сорпасын дәмін көрген боларсыз. Оны үйде дайындау өте оңай. Қазір асқабақтың мерзімі екенін бәріміз білеміз. Асқабақ иммунитетті қатайтатын және сұлулықты сақтауға көмектесетін пайдалы өнім. Себебі оның құрамында В тобының дәрумендері, мырыш, магний және терінің тегіс болуына жауап беретін А дәрумені бар. Ендеше күздің суық кешінде жылыну үшін бұл пайдалы көкөністен дәмді сорпа дайындауды ұсынамыз. Асқабақтың сорпаны түрлі әдіспен дайындауға болады, бірақ оның классикалық түрінде 5 ингредиент жеткілікті. Бірінші асқабақ, пияз, сарымсақ, сорпа немесе су, кілегей және сәбіз. Бәрін жақсылап турап алып, сырттарын аршып, осылай духовканың противніне саласыздар. Одан кейін тұздап, жақсылап дәмдеуіштеріңізді қосып, қызыл бұрыш қоссаңыз болады, қара бұрыш қоссаңыз болады, өзіңіздің талғамыңызға қарай. Одан кейін 40 минут 190 градуста пісіріп аласыз, қызып тұрған пешке салып. Шығарып алғаннан кейін блендердің көмегімен осылай пюре істейсіз. Міне асқабақтан жасалған сорпамыз дайын. Бетіне егер бар болса, асқабақтың дәнін қойып ішсеңіз, 2 есе пайдалы болады. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.